Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен наурыз ұбт-сында келіп жатқан математикалық сауаттылықтан кейбір есептерді талдап өтетін боламыз. Алғашқы есебіміз 0, 1, 3 цифрларымен құрастырылған екі таңбалы сандардың жұп сан болу ықтималдығын табыңыз дейді. Демек, бұл есепті шығару үшін біз алдымен 0, 1, 3 цифрларынан құрастыруға болатын екі таңбалы сандарды жазып шығайық. Қараңыз. Бірінші, бізде 10 деген сан, одан кейін бізде 11 деген санды құрастыруға болады. Одан кейін бізде 13 деген санды құрастыруға болады. Ары қарай 3-тен басталатын 30 деген санды, 31 деген санды және 33 деген санды құрастыруға болады. Енді бұл жерде нақты бізде айтылмаған есепте цифрлары қайталансын немесе қайталанбасын деп айтылмағанда, сондықтан да біз екі жағдайда тексеріп көреміз. Бірінші жағдай бойынша қараңыздар. Бұл жерде цифрлары да қайталана беретін бізде 6 сан шығады екен. Демек, бұны 6 сан шығады. Жазып қойып. Екінші жағдайымыз, бізде цифрлар қайталанбайтын болса 10, 30, 13 және 31 деген осындай 4 сан шығады екен. Енді сәйкесінше екі жағдайда қарайтын болсақ, бізде жұп сандар екеу екен. Бұл жерде де, мына жағдайда да жұп сандар екеу екен. Демек, бірінші оқиғаның ықтималдығы дегеніміз, ПА оқиғасының ықтималдығы дегеніміз m бөлінген бізде n деген жағдай. m дегеніміз бізге қажетті жағдай, ал n дегеніміз барлық орындалатын жағдай. Сәйкесінше бірінші жағдай бойынша n бізде 6-ға тең, өйткені барлығы 6 сан, ал бізге қажетті сандар екеу. Яғни 10 мен 30. Сонымен 6 мен 2-ні қысқарататын болсақ, 3-тен 1 деген жауап шығады екен. Ал жауаптың ішінде 3-тен 1 деген жауап жоқ бізде. Сондықтан да екінші жағдайға көшеміз. Демек, ПА оқиғасының ықтималдығы ол m бөлінген n. Яғни біздегі мұндағы n деп отқанымыз 4-ке тең, ал m деп отқанымыз 2-ке тең, яғни 2 ғана жұп сан бар. Сонымен 4 пен 2 қысқаратын болса, бізде 2-ден 1, ол болады бізде 0,5. Сәйкесінше бізде 0,5 деген жауап бар екен. Сондықтан да бұл есептің жауабы 0,5 болады. Келесі. Серік жұмысты жалғыз өзі 10 сағатта істейді, Самат 2 сағатта істейді, ал Берік 15 сағатта істейді. Барлығы бірге 3 сағатта бітіретін болса, Самат жалғыз өзі қанша уақытта істейді дейді. Демек, бұл есепті шығару үшін бірлескен жұмыстың формуласын пайдаланамыз. Еске түсірейік. 1 бөлінген x плюс 1 бөлінген y плюс 1 бөлінген z, сәйкесінше ол тең болады 1 бөлінген бізде t-ға. Қарайтын болсақ, бізде Саматтың уақыты x деп тұр. Демек, 1 бөлінген x Саматтікі белгісіз. Сәйкесінше Серіктікі бізде 10 сағат екен, 1 бөлінген 10 деп аламыз. Сәйкесінше бізде Беріктікі 15 сағат екен, 1 бөлінген 15 дейміз. Ал енді барлығы бірігіп істеген уақыт бізде т бол, демек 1 бөлінген т-ны аламыз. Енді біз 1 бөлінген т-ның орнына, біз т-ның орнына 3 сағатты қояды екенбіз. Яғни барлығы істеген уақыт бар екен. Демек 3 сағат. Демек 1 бөлінген x-ті табатын болсақ, біз 3-тен 1-ден азайтамыз 10-нан 1-ді, азайтамыз 15-тен 1-ді. Демек, ортақ бөлім бізде 30 болады. Сәйкесінше мынаған бізде 10-нан тисе, мынаған 3-тен тиеді, ал мынаған бізде 2-ден тиеді. Сонда 10-нан азайтамыз 3-ті, азайтамыз 2-ні. Сонда бізде 30-дан 5 шығады. Сонда бізде 1 бөлінген x дегеніміз ол 30-дан 5-ке тең екен. Ал енді x-ті табу үшін пропорция құрастырамыз. Сонда бізде 5x тең болады 30-ға, x тең болады 30 бөлінген 5-ке, сәйкесінше x тең болады екен 6-ға. Демек, бізде Самат жалғыз өзі жұмыс істейтін болса, 6 сағатта істейді екен. Келесі есебімізде бізде шыршаның биіктігін тап деп жатыр. Мұндағы шыршаның биіктігі мінекей h белгісіз. Бұл жерде қарап отыратын болсақ, бұл бізде тік бұрышты үш бұрышқа келеді екен. Демек, тік бұрышты үш бұрыштың табанындағы сүйір бұрышы ол 60 градус. Демек, оған қарсы жатқан төбедегі бұрыш сәйкесінше 30 градус болады. Ал табандағы бұрыш ол екінші бұрыш ол тік 90 градусқа тең. Енді қарап отырсақ, 30 градусқа қарсы жатқан қабырға берілген, ол екі түбірасты 3-ке тең. 7-ші класста бізде мынадай теорема бар. 30 градусқа қарсы жатқан қабырға гипотенузаның жартысына тең деген. Сәйкесінше мынау бізде с гипотенуза болса, онда с-ны табу үшін мен 2 түбірасты 3-ті көбейтеді екенмін 2-ге. Сонда менде 4 түбірасты 3 шығады. Яғни с дегеніміз ол бізде 4 түбірасты 3-ке тең. Енді бізге h квадратты табатын болсақ, осы 4 түбірасты 3-тің квадратынан азайтамын 2 түбірасты 3-тің квадратын. Сонда бізде 16 көбейтілген 3, азайту 4 көбейтілген 3. 16-ны 3-ке көбейтсем 48, одан 12-ні азайтсам 36. Сәйкесінше h квадратын тең 36-ға, сонда h дегеніміз ол бізде 6-ға тең болады екен. Демек, биіктігі бізде 6 метр екен. Келесі.
заңдылықты табыңыздар дейді. Бұл жерде заңдылықты табу үшін мынандай жағдай орын алған екен. Осы жағдаймен қолдана отырып біз заңдылықты табады екенбіз. Жалпы қатарға қарайтын болсақ, қатар ол 8-ге еселі сандардың қатары. 1-ден 8 деп айтуға болады. Ал енді бұл есептің заңдылығы былай жасалынады екен. 8-ге 8-ді көбейтсеңіз 64 шығады. Енді осының 2 цифрын көбейтсек 24 шығады. Сәйкесінше осы екеуінің цифрын көбейтетін болсақ, бізде 8 шығады екен. Яғни сұрақ белгісінің орнындағы жауап бізде 8 деген жауап екен. Келесі. Тік төртбұрышты параллелепипедтің өлшемдері 6, 30, 20 дециметр, диагоналін табыңыз дейді. Демек, тік төртбұрышты параллелепипедті салып жіберейік кәнекей. Тік төртбұрышты параллелепипедті былай салып жіберсек, сәйкесінше бізде оның несін табады екенбіз? Диагоналін. Демек, оның диагоналі ол мінекей мына жерден өткен диагональ көріп отырсаңыздар. Мынау бізде тік төртбұрышты параллелепипедтің диагоналы. Демек, оның ұзындығы 60 дециметр, сәйкесінше ені 30 дециметр, и сәйкесінше биіктігі 20 дециметр екен. Енді диагональді табу үшін біз тікбұрыштар, үшбұрыштардың қасиеттерін пайдаланып Пифагор теоремасымен шығарсақ болады. Бірінші осы диагональді тауып алайық. Оны табу үшін біз оны с квадрат деп алсақ, онда 60-тың квадратына қосамыз 30-дың квадратын. Сонда сәйкесінше болады 3600-ге қосамыз 900-ді. Ол тең болады бізде 4500. Демек, мұндағы с квадрат деп отқанымыз бізде 4500-ге тең екен. Енді мынаны біз h биіктік деп алатын болсақ, онда мынау бізде d диагональ. Енді осы d диагональді табу үшін диагональдің квадратына қосамын с квадратты, қосамын және h квадратты. Енді көріп отырсаңыздар, менде с квадрат бар, ол 4500. Ал h деп отқанымыз бізде 20-ға тең. Демек, 20-ның квадраты. Демек, 4500-ге қосамыз 400-ді. Онда 4500-ге 400-ді қосатын болсақ, d квадрат тең болады 4900-ге. Ал сонда d дегеніміз тең болады екен 70 дециметрге. Демек, біздің диагоналіміз 70 дециметрге тең екен. Жалпы бұны Пифагор теоремасы арқылы шығарып көрсеттім сіздерге. Келесі. 2,5% 2 литр сүтке 1,5% қанша литр сүт қосқанда концентрациясы 1,9% сүтті аламыз дейді. Жалпы концентрацияға байланысты есепте мен мынандай бір модельмен шығаруды сіздерге постоянно ұсынамын. Демек, осы модельге салайық. Қараңыздар. Бірінші ыдыстың проценті концентрациясы 2,5%, екінші ыдыстікі 1,5%, яғни майлылығы. Соңғы нәтижеміз 1,9%. Бірінші ыдыста 2 литр сүт бар. Екінші ыдыста қанша литр сүт бар екені белгісіз, бірақ үшінші ыдыста точно болады, 2-ні қосамыз нешеге? X-ге. Сонда үшінші ыдыстағы сүт шығады. Енді осы модельді құрастырып алғаннан кейін берілген проценттерді оның үстіндегі салмаққа көбейтесіздер. Сол кезде сіздерде арнайы теңдеу шығады. 2-ні көбейтемін 2,5-ға қосамын, x-ті көбейтемін 1,5-ға қосамын, тең болады 2 қосылған x көбейтілген 1,9. Сәйкесінде 2-ні 2,5-ға көбейтсем 5 шығады, ал мынау бізде 1,5x шығады, тең фонтанчик әдісімен ашатын болсақ 3,8 плюс 1,9x шығады. X барларды бір жаққа топтайық. 5 азайту 3,8, 1,9x азайту 1,5x. Сонымен мұнда болады бізде 1,2 тең болады 0,4x-ке. Енді x-ті табатын болсақ, бізде 1,2-ні бөлеміз 0,4-ке, сәйкесінше 3 шығады екен. Демек, біздің жауабымыз 3 литр сүт қосу керек екен. Келесі. 2, 5, 10, 13, 26 заңдылығын анықтап, сұрақ белгісінің орнындағы сан тап дейді. Енді бұл заңдылық өте оңай заңдылық екен. Қараңыздар, қатты қинамайды да сіздерді алдағы уақытта осы келіп жатса. Қараңыздар, мына жерде 3-ті қосады екенбіз. Яғни 2-ге 3-ті қоссақ 5 болады. Одан кейін мына жерде 2-ге көбейтеді екенбіз, 10 болады. Сәйкесінше тағы да қосамыз 3-ті, сәйкесінше көбейтеміз тағы да 2-ге. Енді келесі санды табу үшін біз 3-ті қосуымыз керек. Плюс 3-ті. Сонда бізде 29 деген жауап шығады екен. Ол бізде д нұсқасында дұрыс екен. Келесі. Әр оқушыға тестке 3 парақтан таратылады, жетпесе 1 парақ қосымша беріледі. Барлығы 98 парақ таратылды, сыныпта 27 оқушы екені белгілі болса, артық парақ алғандар парақ алмағандардан қаншаға артық дейді. Демек, сәйкесінше бізде 27 оқушы бірінші кіргенде каждыйына 3 парақтан берсе, 81 парақ беріледі. Ал енді жалпы тест барысында анықтады 98 парақ таратылған. Сонда мен 98-ден азайтатын болсам 81-ді, ол 17 қалады екен. Яғни
27 оқушының 17-сі парақ алған. Сонда нешеуі парақ алмаған десек, онда 27-тен азайтады екенбіз 17-ні. Сонда 10 оқушы парақ алмаған. Ал есептің шартында айтады, парақ алғандардың саны алмағандардан қаншаға артық дейді. Сәйкесінше 17-тен азайтатын болсақ, онда бізде 7 деген жауап шығады екен. Келесі. Асан 5 сағатының 50%-ін оқуға, 30%-ін демалуға, 20%-ін тамақ ішуге жұмсайды дейді. Асан қанша уақытын демалуға жұмсайды? Қараңыздар. Асан деген жігіттің 5 сағат уақыты бар, ол бізде 100%. Сәйкесінше ол 30%-ін, яғни x сағатты демалуға жұмсайды. Демек, пропорция құрастыратын болсақ, біз не істейміз? 5-ті көбейтеміз 30-ға, бөлеміз 100-ге. Сонда 5-ті 30-ға көбейтсек бізде 150, астында бөлсек 100-ге, тең болады 1,5 сағат. Демек, ол 1,5 сағатын демалуға жұмсайды екен. Демек, бұл бізде Д деген жауапты дұрыс көрсетілген. Келесі. Ұзындығы 6 см, ені 4 см, биіктігі 8 см параллелепипедтің қыры 2 см болатындай текшелерге бөледі. Берілген текшелердің мұнара құрастырды дейді. Құрастырылған мұнараның биіктігін тап дейді. Демек, бізге параллелепипед берілді. Тағы да суретін сызып қояйық мінекей. Параллелепипед берілді. Бұл параллелепипед дегеніміз бізде күнделікті өмірде қолданылатын қорап. Осыны қыры 2 см-ден болатын бөліктерге бөлді. Қараңыз. 6 см еді ұзындығы. Демек, оны 2 см-ден бөлсек, ол 3 бөлікке бөлінеді. Ені 4 см еді. Демек, оны 2 см бөлікке бөлетін болсақ, онда қақ ортасынан бөлінеді. Яғни 2 бөлікке. Сәйкесінше биіктігі бізде 8 см еді. 2 см-ден бөлетін болсақ, ол мынандай 4 бөлікке бөлінеді екен. Сонда біз табылған 3 көбейту 2 көбейтілген 4-ті көбейтетін болсақ, яғни бөліктерді көбейтетін болсақ, онда бізде 24 бөлік шығады екен. Демек, мынау текшені дәл осы ретпен кескен кезде 24, параллелепипедті кескен кезде 24 мынандай кішкентай текшелер шығады екен. Енді осы текшелерден құрастырып, мынандай бір мұнара жасады дейді. Көріп отырсыздар ма? Демек, бұл жерде 24 текшені осылай көтереді, бір-бірінің үстіне қояды. Сонда әрбір қыры 2 см-ден еді. Демек, 24-ті 2-ге көбейтсек, оның биіктігі сәйкесінше 48 см болады екен. Келесі есебіміз. Диаграммада 18 оқушы информатика таңдады, 10 оқушы математика таңдады, екеуінде 8 оқушы таңдады дейді. Яғни 2 пәнде де 8 оқушы таңдады дейді. Сыныпта жалпы неше оқушы бар дейді. Демек, бұл бізде Эйлер-Вен диаграммасымен шығарылатын есеп. Демек, бірінші мынау информатика болсын, инфо деп қояйық мінекей. Ал мынау математика болсын, мат деп қойсылайық. Инфоны таңдағандар, яғни 18, математиканы таңдағандар 10 оқушы. Екеуін де таңдағандар 8 екен. Демек, бұл жердегі пиді табу үшін мен 18-ге қосамын 10-ды, азайтамын 8-ді. Формула естеріңізде болса, А жиыны қосылған Б жиыны азайтылған А жиыны қиылысылған Б жиыны еді. Сәйкесінше, П дегеніміз сонда бізде 20-ға тең болады екен. Яғни бізде 20 оқушы бар екен сыныпта. Мінекей, құрметті оқушылар, сіздермен наурыз ұбт-сында келіп жатқан кейбір есептерді талдадық. Осы жерде алынған мәліметтерді қолдана отырып, алдағы уақытта өздеріңізге қажетті ұпайларыңызды жинайсыздар деген сенімдемін. Рахмет, сау болыңыздар.